Баршаңызга сәлем. Бір жасағаннан идеальный шығатын чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен кез келген печеньені алып, блендер болса блендермен майдалап аласыздар. Блендер жоқ болса осылай пакетке салып, оқтаудың көмегімен майдалап аласыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетіңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Осындай крошка дайын болады. Осы крошкамызға қыздырылған сары майымызды қосып, жақсылап екеуін араластырамыз. Осындай видеодағыдай үгітілмелі тесто дайын болады. Енді дайын болған тестамызды, формамызды дайындап алып, соған салатын боламыз. Осылай салып, қолымыздың көмегімен формасын шығарып аламыз. Видеодағыдай. Барлық жері бірдей болсын. Бір жері жұқа, бір жері қалың болмасын. Енді ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Творожный сырға сахарный пудраны және қаймақты салып, араластырып аламыз. Миксер болмаса, бенчиктің көмегімен істесеңіздер де болады. Творожный сырымыз бөлме температурасында болған дұрыс, яғни жұмсақ болғаны, сонда араластырған кезде іртік-іртік болып қалмайды. Осылай араластырамыз. Қатты араластыру шарт емес, барлығы біркелкі араласса болды. Енді оның үстінде қалған салмалардың барлығын саламыз. Жұмыртқа, крахмал, ванилин және лимонның соғы мен седрасы, яғни сыртқы қабығын теркадан өткізілгені. Осылардың барлығын салып араластыратын боламыз. Көп араластырудың қажет жоқ. Бұлда барлығы біркелкі араластырса болды. Енді дайындап алған тестамызға дайындап алған заливкамызды құйып, бетін тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған духовкамызға салып, 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Чизкейгіміз дайын болды. Барынша суығанын күтесіздер, суымай тұрып кеспейсіздер. Духовкадан шыққаннан кейін 20 минуттан кейін даже холодильникке қойып қойсаңыздар, кескен кезде әдемі кесіледі. Жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.